Баршаларыңызға қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен қатпарлы самса дайындайтын боламыз. Сіздерге айтар бір өтінішім бар. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болып лайк басып, комментарий қалдырып тіркеле отырсаңыздар. Мендегі бұл қамыр еттің қамырынан қалған қамыр болатын. Сол қамырларды қалдырмай самса жасап тастайын деп отырмын. Бұл жерде ұн, тұз, су және бір ғана жұмыртқа, басқа ештеме қосылмады. Осының өзінен керемет самсалар шығады, қатпарлы. Әрине бұның арасына жағатын майына байланысты. Майын қазір айтамын. Қамырымызды жақсылап чұқай етіп жайып аламыз. Жайылған қамырымыздың үстіне менде осындай тоң май. Бұл тоң май малдың іш майынан, одан кейін құйрық майларынан туратылып шашғарылған тоң май. Бұның да видеосы менің арнамда бар. Қаласаңыздар экран бетіне шығарамын. Сіздер де жасап көріңіздер. Мен көбінесе қамырдың арасына осы тоң майды қолданамын. Қамырымыздың үстіне осы тоң майымызды ертіп құя отырып, қамырымыздың үстіне жағамыз. Бұл тоң майдың бір жаман жері жылдам тоңып қалады. Сол себепті де қамырларыңызды жылдам жағып алуларыңыз қажет. Қамырымызға майды жағып алғаннан кейін домалақ қамырымыздың ортасынан бөліп, осылайынан бір-біріне теңдестіріп, домалақтап ораймын. Арасында оралмай қалған, жұмсақ болып қалған жерлері болмау керек. Барлығы тығыз оратылу қажет. Сонда қамырларыңыз жақсы болып шығады. Дайын болған қамырымызды салафанға салып, шетке қойып қоямыз. Одан кейін бұл менде жайылған қамыр, кішкентай ғана зуала болатын. Екінші зуаламды мен енді жайып, оны да арасына майын жағып, жаңағы дайын болған қамырымыздың үстіне ораймын. Жарыстар, бір қамырдың үстіне неменеге екі қамырды бірдей орап жатыр деп. Бұл самсаның қатпары көбірек болу үшін мен осылайынан қалыңдатып ораймын. Бұл қамырымызды майын жағып алып, жақсылап, одан кейін екі бет ортасынан бөліп, екі бетін теңдестіріп, беттестіріп, жаңағы алдыңғы ораған қамырымыздың үстіне бұны да орап шығамыз. Видеода көріп отырғандарыңыздай орасаңыздар, одан кейін бұл қамырды керек уақытта қолдансаңыздар да болады, немесе морозилкаға салып қойып, керек уақыттарыңызды алып, жібітіп жіберіп қолдансаңыздар да болады. Әр қарапта біз самсамыздың арасына салатын салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге пияз, құйрық май және картошка керек. Арасына асқабақта қосса күшті болар еді, бірақ асқабақ болмады. Барлығын біркелкі кубиктап турап аламыз. Туралған салмамызды ыдысымызға салып, оған қара бұршымызды, қызыл бұршымызды және тұзымызды салып араластырамыз. Алдында дайындап қойған қамырымызды осылай бөліктерге бөліп аламыз да, оған ұнымызды сеуіп, қолымыздың көмегімен жаймалап аламыз. Көріп отырғандарыңыздай, қамырымыз қалыңдау және қатпары көптеу. Енді осы қамырларымызды чұқартып жайып алып, арасына салмасын салып түйеміз. Түйілген самсамыздың бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, оның үстіне әсемдік үшін макты немесе кунжутты сепсеңіздер болады.
Дайын болған самсамызды қызып тұрған пеште 200-220 градуста пісіріп аламыз. Менде осындай самсалар дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздер де жасап көріңіздер. Көріп тұрғандарыңыздай самсамыздың қатпарды несте барлығы күшті болып шықты. Түсі де. Сіздер де дайындап көріңіздер. Сіздермен болған мен Гаухар. Арнама тіркеліп лайк басып